Қазіргі таңда алаяқтыққа жол бермеу туралы жедел профилактикалық шаралар жүргізілуде. Кешегі күннен бастап біздің қызметкерлер қаладағы барлық тұрғындарды аралап, барлығына алаяқтықтың түрлері мен жасалу тәсілдері бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан қала тұрғындарына түсіністікпен қарауды сұраймыз. Өткен жылы мысалы 1000-ға жуық қылмыс тіркелді. Биылғы жылда қылмыстардың тіркелу саны 100-ге таяп тұр. Сондықтан осындай ауқымды іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Қылмыскерлер күннен күнге өздерінің қылмыстарын жаңартып жатыр. Әрине, олар бүгін мысалы сіздерге полиция қызметкері ретінде хабарласуы мүмкін. Хабарласып, сіз өзіңіздің жаңағы туысқаныңыздың, жақыныңыздың бір қандай да бір келеңсіз жағдайға тап болып, сол туысқаныңызды шығарып алу үшін жаңа қомақты қаражат керек екенін айтып, сондай жолмен, тәсілмен алып жатыр. Ақшаны, қомақты қаражаттарды алып жатыр. Енді жаңағы байбаламға салған халық кішкене қорқыныш, үрей басым болып, жаңағы басқаша ешқандай іс-шараны қолданбай, жанталасып жаңағы ақшаны беруге тырысып жатыр. Сондықтан мысалы бүгін біз жаңағы түрлерін, жаңағы жолдарын анықтап түсіндіріп жүргізсек, мен ойлаймын, алдыңғы уақытта бұл қылмыстардың алдын аламыз деп. Әрине, көбіне алаяқтардың арбауына түсіп жатқандар үлкен ересек адамдар, үйде отырған ата-апалар, қарт адамдар, зейнеткер жасындағы адамдар және жас балалар.